Бисмиллахир-рахманир-рахим. Барлық мақтау мен мадақтар жаратушы иеміз Аллаға лайық. Барлық салауаттар мен сәлемдер ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға болғай. Бізге жамағат арасынан, шәкірттерден көп сұрақтар келіп жатады. Сол сұрақтардың бірі: ұстаз, намазда қолды тәкбірде немесе намаз барысында неше рет көтеруіміз керек деп айтып жатады. Осы орайда біз кішкене түсіндірме айтып өтейік. Осыған байланысты намазда негізінде тәкбір неше рет алыну керек, яғни қол неше рет көтерілу керек, бір рет па, екі рет па, үш рет па, әркім әрқалай жасап жататын біз намаз барысында мешіттерде көріп жатамыз. Ал бірақ бізге, өзімізге, әхлі сүнна уәл жамааттағы ғалымдардың және ең әуелі ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның оқыған намазы бізге үлгі болатыны ақиқат. Осы орайда имам Бұхаридің Құрратул Айнайн деген еңбегінде Бара ибн Азибтің, Алла одан разы болсын, риуаят еткен мына бір хадисі бізге ғибрат болмақ. Ол хадисте имам Бұхари келтіреді: ардақты пайғамбарымыздың намазда алғашқы тәкбірде екі қолын көтеретін еді, одан кейін қолды қайтадан көтермейтін еді деп айтқан екен. Яғни бұл хадистен түсінетіміз, имам Бұхаридің Құрратул Айнайн дейтін еңбегінен түсінетіміз, тәкбірде, алғашқы тәкбірде қолды бір рет қана көтереді екенбіз, одан кейін қайталатып екінші, үшінші мәрте қол көтерудің қажеттігі жоқ екендігін меңзейді бұл хадис. Ал енді қадірлі жамағат, Абдулла ибн Мас'удтан, Алла одан разы болсын, жеткен мына бір хадиске назар аударайық. Ол хадис сахих деп есептелінеді ғалымдардың арасында. Оны имам Тирмизи риуаят еткен, имам Ахмад риуаят еткен, Насаи риуаят еткен хадис. Ол жерде Абдулла ибн Мас'уд сахабаларға айтады: мен Алла елшісінің, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, намазды қалай оқыған сендерге көрсетейін ба деп айтады. Сөйтіп Абдулла ибн Мас'уд намазды оқып беретін еді, және сол кезде алғашқы тәкбірде екі қолын көтеріп, одан кейін қайтадан екі қолын көтермеген еді деп сахих жолмен келген хадисте бізге жеткізілген екен. Ал енді қадірлі жамағат, имам Ат-Тахауи деген өте үлкен ғұлама ғалым кісі бар. Тахауиның Маани әл-Асар деген еңбегінде осы екі қолды көтеруге қатысты мынандай бір түсініктеме беріп өткен болатын. Яғни өзінің еңбектерінде мына бір хадистерді бізге жеткізген. Ол жерде Алқама Абдулладан риуаят етеді: Алла елшісінің, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, намазында алғашқы тәкбірінде екі қолын көтеріп, одан кейін қайтадан көтермеген деп ескертіп келтірілген екен. Және сол имам Ат-Тахауидің еңбегінде Али радиаллаху анху халиф болған, сахаба болған, пайғамбарымыздың күйеу баласы болған, міне оның да намаз оқу үлгісіне қатысты деректемелер бізге хадиспен жеткен болатын. Ол жерде де имам Алидің халиф болған, сахаба болған, Алла одан разы болсын, намазда бір рет қана, алғашқы тәкбірінде ғана екі қолын көтергені жайында айтылады. Ал енді құрметті жамағат, мына Абу Хурайрадан, Алла одан разы болсын, ол сахаба ең көп сахих хадистерді риуаят етіп жеткізген сахабалардың бірі. Ол сахаба ардақты пайғамбарымыздан мына бір хадисті риуаят етеді: Алла елшісінің, Алланың оған салауат сәлемі болсын, намазда алғашқы тәкбірінде екі қолын көтеретін еді, одан кейін барып қайталап оны көтермейтін еді деп айтып өткен болатын. Және де құрметті бауырлар, мына жерде осыған орай Асуаттан риуаят еткен келесі бір хадиске назар аударсақ, ол жерде Омар ибн Хаттаб, Алла одан разы болсын, ол да намазды оқыған сәтінде қолдарын, екі қолын намаздың алғашқы тәкбірінде ғана қолды көтергенін жайында риуаятпен, хадиспен бізге жеткен екен. Міне құрметті жамағат, құрметті шәкірттер, міне біздің туындаған сұрақтарға орай жауабы осы хадистерден біз аламыз. Сахих Бұхаридің хадисінен, имам Муслимнің, имам Тирмизидің хадистерінен біз дәлел етіп алады екенбіз: намаз барысында алғашқы тәкбірде бір рет қана екі қолды көтереміз, одан кейін барып оны қайта-қайта көтерудің қажеттігі жоқ екендігін біз ұғынуымыз керек екен. Ва ахири дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.